Қайырлы күн, ұстаздар мен жобаға қатысушылар. Мен Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылы Абай атындағы гимназия мектебінің коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 10 сынып оқушысы Нұрдашқызы Ағырке. Жақсылық керуені номинациясы бойынша менің жобамның тақырыбы барлығының жүрегінде жақсылық бар. Менің жобамның мақсаты мен міндеті қамқорлыққа, мейірімге мұқтаж адамдардың жүрегін жылытып, өмірді жақсылықпен нұрландыру, жас ұрпақты риясыз қызмет етуге ынталандыру. Жобамның міндеті көрсетілген мәселелерді зерттеу, жобаны іске асыру барысында іс-шаралар ұйымдастыру, адамдар жүрегіндегі жақсылықтарды ашу. Менің жобамнан күтілетін нәтижелер: мұқтаж жандарға жақсылық пен мейірімділік сыйлау, мейірімділік пен қайырымдылық мәдениетін арттыру, еріктілер қозғалысын дамыту, әлеуметтік жауапкершіліктерін қалыптастыру. Жобамның өзектілігі: шынайы мейірімді болу, өзіңнен гөрі басқаларға қамқор болу, өзгенің мүддесін өз мүддеңнен жоғары қою деген. Мейірімді адам әрқашан басқаларға көмекке келіп, әркез жақсылық жасауға келіп тұрады. Менің жобама қатысушылар: мектеп оқушылары, мектеп ұжымы, қарттар және ата-аналар, ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар. Абай атамыз айтып кеткендей, мейірімділік адамзаттың асыл қасиеті, ол адамды жақсылыққа жетелейді. Бұл жерде ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар бойынша мейірімділік шуағы атты акциясы өткен болатын. Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға көмек көрсету біздің басты дәстүрлі бағыттарымыздың бірі. Бұл жұмыс сыйлықтарды ұсынумен, ойындар өткізумен және тең қарым-қатынас жасай отырып, мерекелерді ұйымдастыру мен өткізуді қамтиды. Бұл жерде біздің ұстаздарымыз жыл сайын ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға көмек көрсетеді. Және де біздің волонтерлық клубымыз «Мейірім». Ол 2020 жылы ашылып, қазіргі таңда да жұмыс жасап келе жатыр. Бұл жерде тамашалайтын болсаңыздар, біздің яғни оқушыларымыз, ұстаздарымыз, волонтерлық клубтағы адамдар, қатысушылар. Жыл сайын осы санаттағы балалар мен ата-аналар үшін біз шын жүректен атты мерекелік концертін өткіземіз. Қарттарға көмек көрсету мақсатында «Қарттар біздің асыл қазынамыз» акциясы да өтіп тұрады. Яғни бұл жерде біздің волонтерлық клуб қарттармен яғни жұмыс жасап, қарттарды біздің мектепке шақырып, осындай концерттер өткізіп тұрады. Жақсылық жасау баршаға міндет, қарты бар үйдің қазынасы бар демекші, жас сарбаз ұйымының оқушылары ардагер ұстаз Ахметова Ләйла Сартжанқызының үйіне барып, көмек қолын ұсынып қайтты. Мейірімділік жүректен атты ұранмен оқушыларымыз ардагер аталарымыздың үйіне барып, ауласын тазалап, көмек қолдарын тигізді. Оқушылар мен педагогтарды риясыз көмек көрсетуге ынталандыру мақсатында ұйымдастырылған жақсылық жасауға асығыңыз тренингі де өтілген болатын. Осылай, мен өзімнің жобамды қорытындылайтын болсам, жақсы істер істеп, адамдарға шын жүректен және риясыз көмектесу арқылы біз өзімізді, ішкі болмысымызды және айналамыздағы әлемді өзгертеміз. Оларды қуанышпен, шаттыққа бөлейміз. Игі істер жасауға асығыңыз. Өз жылуыңмен өзгелердің жүрегін жылыт. Себебі барлығының жүрегінде жақсылық бар.